Ассалаумағалейкум достар, бүгін сіздерде сәке арнасы, яғни бүгін бізде инкубатордан қалай инкубатордан балапан аштырамыз деген сұрақ жайлы болайын деп отыр. Достар, бұл инкубатор дәл осындай инкубатор, мінекей көлемі дәл осындай. Бұл инкубаторда бізде 130 тұқым сияды, 130 тұқымның 80-90%-ын ашады. Яғни енді 80-90%-ын ашады, яғни 130-дің 100-ын ашуы мүмкін, немесе 110-ын ашуы мүмкін. Және де бізде енді балапандықын қанша күнде ашатынын айтып берейін. Балапан 21 күнде ашады. Ең бірінші күні 38-де 3 градус, екінші күннен 18-ші күнге дейін 37-де 8 градустан қоямыз. Ал 19-шы 21-ші күндері 37-де 6 градуста қойып, яғни сол градусқа қойып істейміз. Сол арқылы не қыламыз. Және де бізде бірінші күні бір рет ауыстырамыз күніне, ал екінші күннен 18-ші күнге дейін 2 реттен ауыстыратын боламыз. Және ал 19-шы 21-ші күндері біз вообще ауыстырмаймыз. Мүлдем ауыстырмаймыз. Ал үндіктен 28 күнде ашып шығады. Бірінші күні 38-де 3, екінші күні 37-де 8, ал екінші күннен 25-ші күнге дейін 37-де 8, ал 25-ші күннен 28-ші күнге дейін 37-де 6 градуста болады. Бұда да дәл сондай. Бірінші күні бір рет ауыстырамыз, екінші күннен 25-ші күнге дейін 37-де 8, 25-ші күннен 28-ші күнге дейін 37-де 8 қылып жасаймыз. Және де бұларда влажность болады. Влажность 40 пен 60-тың арасында болу керек. Яғни оған 250-300 грамм су кетеді. Және бізде бұларда мінекей дәл осындай градус, осылай өлшенеді градус, ал влажность мынандай. Яғни мен қазір су құйып қойдым, қайттан көбейіп жатыр. Міне дәл осындай балапандарын құдай қаласа ашып жатыр. Міне жартысы ашып қалды уже. Бұл инкубатор ручной инкубатор, бірақ өте керемет дей аламын. Уже 2 жыл болды. Дәл қалтқысыз жасап жатыр. Қалтқысыз жасап, яғни бірде-бір несі минусы жоқ. Тек минусы ручной. Ал қытайский бар екен, яғни ол өзі аударады. Бұда өзіміз аударсақ, ода аппараттың өзі аударады. Бірақ ол көп адамдардың айтуы бойынша ол ашпайды екен. Сондықтан да мен осы инкубаторға алдым. Мінекей қазір тұқымдарым ашып жатыр. Мен жартысы ашып қалды. Мінекей неқта әлі тұр. 10 шақтыдай тұқымым қалды. Достар, егер де видео ұнайтын болса, осымен видео аяқталды. Ұнайтын болса лайк басамыз, комментарий жазамыз. Келесі видеоға, яғни тауықтарды қалай баптау жайлы видео шығаратын боламын. Егер видео шығар десеңіздер, комментарийға жазып кетеміз.